Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай үлпілдек бауырсақ дайындайтын боламыз. Алдымен жылы суымызға бір қасық тұзымызды, аштығымызды, айран болса айран немесе сүтімізді қосып, бір жұмыртқамызды қосып, осылай араластырып, үстіне қантын саламыз. Одан кейін үстіне ұнымыздың жартылай салып, осылай араластырып, осы күйінде кішкене көтерілгенін күтіп, осылай қалдырамыз. Осылай көпіршіктер пайда болған кезде, осы қалған ұнымызды үстіне қосып, осылай қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Осы қамырымызды дөңгелек қылып, илеп, жылы жерде көтерілгенше күтетін боламыз. Достар, қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып, төмендегі подписаться батырмасын басып, лайк басып, менің арнамды қолдап кетіңіздер. Ашыған қамырымызды осылай үстелдің үстіне, ұнның үстіне салып, бауырсақтар дайындайтын боламыз. Және отымыздың астын жағып, майымызды ысытып қоямыз. Осы жаңа бауырсақтарымызды осылай майға пісіріп аламыз. Астын қатты шығармай, қатты баспай, орташа отта бауырсақтарымызды қызартып пісіріп аламыз. Достар, каналыма жаңадан келіп қосылып жатқан көрермендерім мені қолдап, каналымыздың дамуына үлес қосып, подписаться батырмасын басып, мені қолдап кетіңіздер. Және жанында тұрған қоңыраушаны басып кетсеңіздер, менің жаңадан шыққан видеоларым сіздерге хабарлама ретінде барып тұрады. Міне менің бауырсақтарым да дайын болып қалды. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін көріп, подписаться етіп, лайк басқан көрермендерім, сіздерге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше сау болыңыз.